Бәріне сәлем достар, бұл алдыңғы видеодағы топ комментарий. Егер сізде осында болғыңыз келсе, мықты комментарий жазып кетіңіздер. Сосын сіздерге мен жақсы бір каналды ұсынып отыр, бұл AS Channel. Бұда ойында қызықтар туралы видеолар түсіреді, өте қызық, соған жазылып кетіңіздер. Ссылка описанияда. Ал кет. Сәлем достар. Сендерге бір аңыз айтқым келеді. Бір кезде жерде әлі айдаһарлар жүргенде, күтпеген кезде бір моб деген жанр жарылып шығады. Я родился. Сосын оны екі баяғы заман адамдар тауып алып, өздерінің энергиясы арқылы дамытады. Но бір кезде олардың арасында ұрыс болып қалады. Оның қорытындысында бір адам зомби туралы ойындар тауып жалғастыра береді. Ал екіншісі басқа жаққа кетіп қалып, жаңа ойын ойлап табады. Осылай Legend деген ойын пайда болады. Бүгінгі видеода мен сіздерге сол туралы айтамын. Legend бұл тегін ойын. Бір адам болып немесе топ болып ойнайтын. Ойында көптеген режимдер бар. Но негізгі режим топтық ойын 5-5 болып шығады. Бұда қарсыластардың базасын құрту керек және өзіңді қорғау керек. Сосын мұнда сүйкімді капшылыңдағы адамдар келіп саған. Сосын бұл ойында мықты бай болу үшін ойын соңында қарсыластардың пупсиктеріне тура шапалақпен тартып жіберу керек. Сосын содан түскен ақшаға әдем киімдер сатып алып, барлық персонаждарыңды үлкен уровеньге көтерген соң, сіз картадағы барлық адамдарға шапалақ бере аласыз. Но абайлау керек. Егер абайламаған жағдайда, саған артынан кеп, әдемлеп тұрып шапалағын беріп тастауы мүмкін. Бұл ойында таңдауға 140-тан астам персонаждар бар. Но бәрімен ойнауға сразу берілмейді. Басында азақ адам беріледі. Но аккаунтыңды көтерген сайын жайлап бәрін бере бастайды. Но тез бәрін ашпауға болады, бірақ бұл донатпен. Мен сіздерге донатпен ойнауға кеңес бермеймін. Саған бір кеңесім бар. Басында бір персонажбен ойнап көр, сосын басқалармен ойна. Осылай шанс азаяды саған ойнай алмайтын бір адам түсуіне. Саған достарың, қарсыластарыңның өзің рейтингіне байланысты таңдалынады. То есть барлық ойыншылар сен сияқты болады. Егер сен научек болсаң, саған топ үйрек түсуі мүмкін емес. Ал сен топ үйрек болсаң, сен мұндайды көрмейсің. Бұл ойын қазіргі таңда тез өсіп келе жатыр. Мұнда бір ойын 30 минуттан аспайды. Сондықтан бір ойында сіз үлкен қоңырауды немесе түскі тамақты ойнап алуға болады. Бұға және голос беретін система да бар. Егер сіз шыға алмайтын, ұтылатын жағдайда болсаңыз, ойынның соңына дейін ойнап уақыт жоғалтқанның орнына белгілеу салуға да болады. Сосын жаңа ойынды бастауға болады. Но біздің ойыншылар ешқашан берілмейді. Но осымен видео өтті, егер видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сосын Legends never die.